Бүгін осынау күн айшықты да айдынды, мерейлі де мерекелі күн. Әр кезде мектеп өмірінде ұстаз үшінде, шәкірт үшінде аса қадірлі көрінер. Жан дүниесін тебірентер, көңіл құсын аспанға шарықтатар, соңғы қоңырау салтанатымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздегі болып жатқан төтенше жағдайларға қарамастан, бір жеңнен бас, бір жеңнен қол шығарып, қашықтықтан білім беру режимінде де ауызбіршілігіміздің арқасында оқу жылын ойдағыдай үлкен жетістіктермен толтырып абыроймен аяқтадық. Әрбіреуіңіздің бойларыңыздан осы кезеңде білім мен білік, батылдық, табандылық табыла түсті. Атап айтқанда, жанашырда ұйымшыл ата-аналарымыз Таурабаева Нұрсұлу, Меңдіқұлова Балзия, Тілеубаева Айнұр, Нәреш Неждана, Жанар Кабакова және тағы басқа ата-аналарға үлкен алғысымызды білдіреміз. Айтулы салтанатты мерекеде отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға береке, бірлік, бақыт тілейміз. Ақ жұлдыздай жарық шашқан түндегі нұр сәулесін төгер ұстаз жүрегі. Болашаққа сол жүректен от алып, самғай берсін шәкірттердің тізбегі. Өлкеміздің айналсын өркеніне, сенімдерің айналсын серперіне. Ұстаз біткен тілейді ақтарылып, тек сәттілік елімнің ертеңіне. Думанды дүбір ән жырлы, жайқалған өмір жаспағы. Мінеке тағы бір жылды сырғытып ары тастады. Ұстаздардың жаны нұр, шаттық күйін бөліскен. Аяқталды тағы бір оқу жылы жеміспен. Игі ниетпен қуана құттықтаушылар Фариза Оңғарсынова атындағы нөмірі 29-шы мектеп директоры Үстірғанова Жайна Аманжолқызы, 5-ші З кластың сынып жетекшісі Ажар Наурызқызы және мектеп ұжымы.